Бисмиллахи-рахмани-рахим. Алланың әміріне алғаш бойсынған Ибрахим алейхиссалам Қағбаны тұрғызып, Алла тағаладан кейінгі ұрпақтың өз іштерінен, өз хикметімен үкімін жеткізетін бір пайғамбар жіберуін тілеген. Періштелер Ибрахим алейхиссаламға ол пайғамбарды жер бетіне шындықпен жіберетіндігін және өздерінің де жерге бірге түсетіндіктерін айтып сүйіншілеген. Исламда сол шындыққа көз жеткізу, оны дәлелдеу Қағбадағы әл-Мисақ тасымен байланысты. Әл-Фарабиді зерттеуші ислам ғұламасы Ақжан Машанов өзінің Әл-Фараби және Абай атты кітабында Әл-Мисақ таңбалы тас Мекке қаласындағы Қағбада сақтаулы, оны құпия сыры мөр шарт таңба мағынасында деп жазған. Араб елінің ислам ғалымдары Әл-Мисақ тасындағы таңбалармен байланысты Алланың хикметі мен үкімін дәлелдеуді ижмақ деп, ондағы шындыққа көз жеткізуді таухид деп атаған. Ислам ғұламасы Әл-Сауд Қағбадағы Әл-Мисақ тасын күзетіп, ақыр заманда келетін Алла тағаланың өз әмірін және өз әмірімен келетін өз сөзінің ақиқатын бекітуші пайғамбарын күтуді Құранға иелік етуші өз мұрагерлеріне өсиет етіп қалдырған. Абайдың шаруа мінез күнде өзгереді, оларға кез-кезімен нәби келеді, қағида шариғат өзгерсе де тағриф Алла еш жерде өзгермейді деген өлеңінде ақыр заманда Алла сөздің ақиқатын бекіту Алла тағаланың өз әмірімен жерден пайғамбар арқылы бекитіндігін айтқан. Қазақ елінің ғұламасы Шәкерім Құдайбердіұлының ата-анасы, айналасы, замандасы қылған іс, тәлім берер, соған ерер, тағы келер бір туыс деген өлеңінде ақыр заманда Алла сөздің ақиқатын бекітуші адамның қазақ елінен, қазақ жерінен шығатындығын айтқан. Әлемге әйгілі көріпкел Мишель Нострадамус, Волт Мессиник, Әулие Ванга жер бетіндегі биліктің жоғарыдан өзгеретіндігін айтып, оның шығыстағы қазақ елінен, қазақ жерінен басталатындығын айтқан. Қазақ елінің әулиесі Асанғайға ақыр заманда арпа бидай ас болатын, алтын күміс тас болатын, бозторғай қойсын жұмыртқалайтын жаңа заманның қазақ елінен, қазақ жерінен басталатындығын айтқан. Адамзат баласының әулиесі деп Абай баға берген мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақ елінің 70 жыл құдайсыз қоғамда 30 жыл ұры қаралардың қолында өмір сүретіндігін айтып, одан кейін Алла тағаланың өз әмірімен алтын ғасырдың қазақ елінен, қазақ жерінен басталатындығын айтқан.